Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бұл видеода сіздерге анемия, оның пайда болу себебі, негізгі белгілері және үй жағдайында гемоглобинді көтеру жайлы айтатын боламын. Видеоны көрмес бұрын каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Анемия қандағы кейбір микроэлементтердің темір, B12 витамині, фолий қышқылы жетіспеушілігімен сипатталатын клиникалық синдром. 90%-дан астам жағдайда темір тапшылығы анемиясы пайда болады. Қандағы гемоглобин және қызыл қан жасушалар деңгейінің төмендеуі. Гемоглобин құрамында темір бар ақуыз. Гемоглобиннің төмендеуін бет-жүздің бозарғанынан және әлсіздіктен байқауға болады. Сау адамдар үшін қалыпты гемоглобин жынысы мен жасына байланысты өзгереді. Әйелдер үшін 120-140 грамм-литр, балалар үшін 120 грамм-литр, ал ерлер үшін 130-170 грамм-литр. Темір жетіспеушілігі анемиясының негізгі белгілері: бұлшықет әлсіздігі және кішкене физикалық жұмыстан кейін шаршау сезімі, жұмыс қабілетінің төмендеуі, тұрақты шаршау, ұйқышылдық, тынығу немесе жеңіл жүктеме кезінде жүрек соғуының жылдамдауы, ентігу, бас айналу, жиі бас ауруы, сана жоғалту ұстамалары, құлақтағы шу, есте сақтау қабілетінің бұзылуы, тері бозаруы, аздап сарғаюы, ауыздағы құрғақтық сезімі, тілде жану, шаштың түсуі, тырнақтардың сынғыштығы, еріндердің бұрыштарындағы жарықтар, әйелдерде етеккір циклының бұзылуы. Темір тапшылығы анемиясының негізгі себептері: тағамдағы темірдің болмауы, мысалы вегетариандық диета, жүктілік немесе белсенді өсу кезінде дененің темірге қажеттілігінің артуы, қан жоғалту, мұрыннан жиі қан кету, ішкі қан кету және тағы басқа. Гемоглобин төмен болса қандай тағамдардан бас тарту керек? Шай мен кофе, сүт және кейбір сүт өнімдері, жүзім, жүгері. Құрамында фитин қышқылы бар тағамдар, мысалы қоңыр күріш және тұтас дәмді бидай өнімдері, жержаңғақ, ақ желкен және шоколад сияқты қымызды қышқылы бар тағамдар. Гемоглобинді қалай жоғарылатуға болады? Темір тапшылығы анемиясын емдеу анемияның ауырлығына және себебіне байланысты. Көптеген жағдайларда гемоглобин деңгейін қалпына келтіру үшін темір препараттары тағайындалады және диетаны өзгерту ұсынылады. Жеңіл анемияда бір диета жеткілікті болуы мүмкін, бірақ кез келген жағдайда дәрігермен кеңесіп, анемияның себебін анықтап, гемоглобин деңгейін түзетудің ең жақсы әдісін таңдау керек. Гемоглобинді арттыратын өнімдер: темір, фолий қышқылы мен дәруменін көп жесеңіз гемоглобин қалпына келеді. Ет, бауыр, балық, жұмыртқаның сарысы, қарақұмық, сұлы жармасы, сәбіз, қызанақ, жүгері, жасыл көкөністер, қара өрік, итмұрын, анар және анар шырыны, қара өрік шырыны, алма, құлпынай, бадам. С дәруменін ұмытпаңыз. Құрамы темірге бай тағамдар мен биоқоспаларды қабылдау жеткілікті, десе де ағзаңызды С дәруменімен толықтыру тіпті керемет болмақ. Сондықтан да С дәруменінің қайнар көзі болып табылатын апельсинді, мандаринді, грейпфрутты, құлпынайды, қара қарақатты, саумалдық пен қырыққабатты үзбей жеуге кеңес береміз. Гемоглобиннің қалпына келу процесі тез болмайды. Әдетте жақсы нәтижеге жету үшін 3 айдай уақыт қажет. Егер гемоглобин қалыпты жағдайдан өте қатты түсіп кетсе, дәрігердің тексерісінен кейін дәрігер жазып берген темір көбейтетін арнайы препараттарды қабылдаңыз. Темір препараттарын кальций препараттарымен бірге қабылдамауға кеңес береміз. Өйткені кальций ағзаның темірді сіңіруіне тосқауыл болады. Достар, видео қандай да бір пайдасын тигізген болса, каналыма жазылып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше.